Сәлем достар, сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Сіздермен шырын. Мен бүгін ерекше тағам, қамыр ішіндегі ет пен картоп, яғни жаркоев тесте дайындайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін тамашалауыңызды сұраймын. Мен бірінші қамыр дайындаймын. Қамырына ұнды аламын. Жылытылған сары майды құямын. Сүт құямын. Дрожь пен тұз саламын. Сосын жұмыртқаның ағын саламын. Сарысы керек болып қалады маған. Қамырды жарты сағатқа тындырып қойдым көтерілу үшін, енді салмасына көшемін. Етті жұқа кіші кубиктерге бөлеміз, тез пісу үшін.
Достар, міне жаркоев тесте пісті. Тәбетіңді ашатын өте әдем болды. Қазір енді ашып дәмін татып көреміз. Ет те картоп та өте жақсы піскен. Дәмі енді керемет болған. Достар, міне жаркоев тестемізде өте дәмді болған. Қамырдың ішінде ет пен картоп буға пісіп, өзінің сөлімен, өзінің дәмін барлығын сақтаған. Өте күшті болған. Барлықтарыңызға да пісіріп көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, тіркеліп каналыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.